көздеріңнің қарасы осылардай қастарыңның арасы қарасам жалғасқан ау жүзім алаулайды атқан таңмен таласып сырғалым қиялағанша ертес түнеген қыз арманым кез боп кетсем еркелігінен көз алмадым өзген емес өзіңді ойлап жүредім сендерді бір қазақтың жүрегін сырғалым сендерді бір қазақтың жүрегін сырғалым кімге боласың сүйкімді бір баласың көңілімді баурап алып барасың Влог шығарам. Влог. Бүгін Мирастың стендаптарын қарап шықтым. Қудырту шығыпты ғой кеше, иә? Соны көрдім. Тренировке баратын жайлы көрдім. Бірінші рилсті қарадым, одан кейін ютубтан көріп шықтым. Сол стендаптың Сергей Орлов дейтін комиктің суп дейтіні бар ютубта. Осындай камерамен не түсіреді барған қалаларында видеоблог қой. Кайфовый формат. Дәурен ағаның камерасы осындай, бірақ бұдан ескі. күшті де. Мен сондай іздедім, мен ондай таба алмадым просто. Осымен бүкіл нәрсені түсіріп жүргенбіз. Просто Алматы экранында камераңыз осындай ма еді? Или сіздің түсіріп жүруші еді? Е, осындай почти. Мынау не? Қайда жазды? Сониткі. Жоқ, флешка ма? Жоғына өзінің памяті. Абстрактке қойды. Мен телефонмен. Тоже бөлек қосылып отыр, флешка еще. Зум күшті. Мен чат ойбай кинотеатр аралау ең дұрысы деген кезде ойбай дегенсің. Қай заманға алып қойды деп. Жоқ, маған айтыс деген қатты ұнап отыр. Маған ары ұнамайды. Неге ары? Бірінші жаға? Шашырды күтінерді ма? Самса жейміз. Ағылшын оқымын, ма? Ашпайсыңдар ма не? Болды ашпайсыңдар. Енді бүгін аузым серік. Ертең. Ертең бер, бүгін серік. Жерік. Не раска. Сказ тамаша бар. Тамашаңыз қайсыз? Қандай жыл бар? Тағам ғой. Қазір тамақ беретін жерге байланысты бағалаймыз деп бұл кісілер дата оқышты ма или? Шымен 500 миллион бар. Что-то слишком. Орын жоқ қой жақта. Бар екен жіктер. Кел, кімді? Ораза ұстағындар ма? Мен жылаған просто қыздар бар. Бақыт екеніміз зор. Дұрыс жігіттер жылау керек. Жігіттер жылау керек, камерамен түсіру керек. Екеуі айтты, жігіттер жылау керек деп айтады. Айтшы камераны. Өтірік па? Көзің құрғап кетеді сол үшін. Жүректің ол несі, мейірім бар. Жасым. Сондай абьюз ортада. Шапалақ ұрмай ма даже? Шапалақ ұрмай ма? Шапалақ қандыралам ба? Ne dizi? Kızlar buraya göre gitsinler orada. Ayıplar gitti. Ayıplar mıydı? Sıkı etmedi.
Qanday biraz jigitlar жылап берdi. Өзім жеймін деп қазір. Кесе салаттарды жеп қойсақ. Өзіңізде бәрі жақсы ма? Иә, ортада. Жаңа видеоның жалғасы. Срочно бір нәрсе керек болады ма? Онымен. Мясной цемент. Ана тойдағыдай түсірейін ба? Тамақ. Мынандай переход трекінен жолдар. Тамақ жейін деп отырады ғой жетіп ше. Өткізеді. Бай, рилс форматта тұрсақ. Кәлем достар. Бұл жеңге жазылса, сен 10 миллион байлар. Сен Алматы алдыңғы жолда, алдыңғы күндер жол түспей ма? Әркім атар түрі ма? Жоқ, бірдей. Анау бейгүл болсам тауып Блин, әдемі Пиот. бас киімей Помнишь, зайцы лабу деген нәрсе Біз айттық я соны, неге соны істемеді? О, айтпақ соны істеу керек. Мынаны шығарған ойыншық балдарға сен түрі осындай ғой негізі. Мультик, иә? Балдарымыздың орнына ойыншық болса, балаларға неғамыз. Келі салатын болсаң күшті идея. Осыған айтады да, ол версиясын саласың. Қазақ әріппен ба? Бұлар Астанада ма? Иә. Вроде Астанада. Көпшіліктер ғой олар неге нетпейді? Сен сонда тұрдың ба? Сен осында тұрдың ба общагада? Негіз қай жақтансыңдар? Сен Талдықорған? Қызылорда? Сен Қарағанды. Иә. Суточно. Поезд. Поезд ба? Шаверма. Сәлем дейді. Өсем. Lan дейді Бекнұр дейді. Ою жан жаққа гравюрларын қойыңдаршы. Здравствуйте, друзья! Это канал «В мире животных». Сейчас Түрлер ап. Тихо. у нас редкая особь хомяка. Она умеет разговаривать. Окей, сенсори. Нас снимает бразильская лама. Вот она. Она умеет улыбаться. Велосипед для нас Оригинал. Я спросил лайк-посыл. Жайқайда қатты суық болған қымбат болса да алсам. Қанша екен? 25. Нема не? $20. Зарада 40 мыңға сатады, иә? Маған 25 шақыр. Жаңа Доспамам әйелін бас киім. Че? Женский екен И білген. өткенде неде Доспамам мен әйелін шығарып салып отырмын ғой аэропортта. Мамасы далада тұрып қойын. Бүйтіп бас киім киіп отырсам. Анау осындай бас киімді Анелияға алып бергенбіз дейді ғой. Сен бұл Анелияға дейін ғой. Анеля қаншасты? Анеля қаншасты? Қаншада? 2000 ма? Бірақ кезінде алып берген ғой. Бас киім келе береді. Мынау біздікі ау деймін. Таксиіміз келді. 062. Все, всем пока. Сендер өздеріне шақырып аласыңдар.
ремень тақсам болады ма, тақпай қалсам болады ма? Кілемге жазып спорттың Нечеміз? алдырмашы деп жүрсің. Қой лау болып кете ма? Саған ұнап тұр ма? Фон қосылады. Ана ер тұран деген ба? Иә. Бірдеңе өсірді. Жатып алдым деп тұрсын нәрсе күшті болса. Қазақша фонктармен продвигать етсің. Сәлем достар. Бұл біздің үшінші шәуір. Біледі екен еді. Топ үш жек көретін шай. Фруктовый, ташкентский. И сен де ше. Чай большой. Жақсы айтып бар. Саны анда бір шай береді, тоже фруктовый, қызыл болып тұрады. Облитый ба? Иісі неге ұқсайды ана? Туалеттегі освежитель. Туалеттегі освежитель болады ғой. Дөп айтып отырсың осы. Облепих хуй дейді. Кейін көресіңдер сіз. Только жүрмейсің. Джек Воробейді қайта аласың ба? Капитан Джек Воробей. Сен образ ұқсай айта ғой? Алдары наурызымен тұрып айтса болады. Ертең тұрып айта ғой? Да, вот мужской достық туралы кинода жоқ екен ғой бейшара. Сенен де мықты болмауы мүмкін. А если болады андай, саған ондай ұнамауы мүмкін. Да, мысалы, бұл жігіт по-любому менен мықты болып тұру керек. То есть мысы мені басып тұру керек деген ше. Қыз мықты болып тұрса, ол екеуі нормально, да, короче, бір-біріне ше. Иә, ондай смысл емес. Қалай түсінесің? Короче, екеуі бір-біріне нормально қарайды. Түсініп Мысалы, мықты. Жаңа айтып тұрмын ғой, әркімнің махаббаты әртүрлі. Махаббат ол индивидуальный, ол әр жерде әртүрлі. Ол семьясында біреу мықты болады, біреу мындай болады дейтін ол өздерінің көрген модельдері болады да, отбасының модельдері. Біреудің өмірі бар ғой, который өз өмір сүрген ше, кітап қылып жазады. Шетелдік қазір хит болып жүрген бар ғой. Соларды оқыған да. Ол мысалы көп қыздарды айтады. Мен то есть ол в моменте сол сезініп тұрған чувствосына, махаббатына не етпейді. Анаған оралып кетеді. Шынымен проблема қай уақытта басталады? Қыз үшін решение қабылдаған уақытта. Қыз үшін именно еркек решение қабылдаған уақытта проблема басталады. Сен не үшін ол адамның выборына араласуың керек? Біріншіден. Екіншіден, ол қыз болу керек дейтін нәрсе. Қыз қандай болу керек дейтін тақырыпта екі еркек отырып талқылау. Сен не үшін басқа андай өзіңнің андай сезініп көрмеген тағдырың үшін сен ол нәрсеге решение қабылдай аласың. Сен айтқанда еркектің проблемасы. Ол еркектің проблемасы. Бүкіл әлемде проблема бітіп қалғанда ер адамдар отырады да, қыздардың бойында не дұрыс емес. Или қыздар не қандай проблема бар, соны талқылайды да. Ал ол қыздың Ондай өзінің қыздар проблемасы айтты ма? ғой. Жігіттер қандай болу керек деп? Олы болмай өте ма, өмір бақи ол бүкіл жақсы көріп отырған адамдарына крест қоя ма? Ол уже ол жеке қыздың проблемасы. Отырып қалу мысалы ше, қазақша айтқан кезде отырып қалу уже оның проблемасы, оның тағдыры. Все ол шешілді. Ал енді ол қызды түзетуге тырысу, қоғам болып тырысу, типа жоқ, қыз өйтпеу керек, бүйтпеу керек, ол жандай. Жеке өмір қоғамға вообще қатысуына. Жеке өмір. Сіздің есіміңіз кім? Бекнұр. Мен Ілияс. Жасқан қаншын. Bir bana verirsen hepsini de. Arzu. Tarixiy Saidxon Rizayev. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жә, қарбат енді келеді. Енді желет. Енді кес ал. Қарап қаласың да ол.
Жоны айғайлағанын білмейді бір кілемнің үстінен асырып кадрда көрінбейді, бірақ контур түсіп тұрады кімнің бетіне астына. Мына жақтан түсіп тұрады бізде. иә может. Настя толсы тренер. Ана кішкене бұрсақшы Кішкентай ойын, мынандай осы сөзден Бүгінгі съемка қалай жатыр? Күшті. Бүгінгі күн кешегіден тым ұзақ па? Бакализантты бәрі түсіп. Біз оқып тексерейік. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Әлде кадрда ма? Бол. Светледі деген ол. Біз қысылды да. Қазір 2 ай болды ғой. Тірелгенде жүрген жақсы көреміз. Тақалып, өтіп барды. Азы сөйлеп тұр. Ачық, қалай? Ашылған амызды ма? Не по порядку тұрма, қалай? Ашып көрсеңіз өт. Вот датчада қойдым. 84-04-04-ден бастап. Ана документімен бірге алған дұрыс қой да? Иә. Бүкілін көшіріп аласыздар. 84-04-00-ден бастап. Бір бағыт басқашалық сияқты. Маған үйретіп жүрсің ба? Пока екі флешка түсіреміз. Мұнда 2 терабайт. Оны сіздер деген монтажный дейсіздер. Жеті бастап, 3 бастап. Ә? Сауат қалды жүр. Біз ананы түсіріп жатырық уже. 18-ші ғасырдың ше. Асылбек сөйлеп жатыр. Тұмаға сөйледі. Оған беріп қойын, екі текст беріп қойын, соның түріне күшті өледі. 15 жылдан кейін қайта оралған алдарда қандай өзгеріс байқадыңыз? Сериалдағы алдарды білесіз, а кинода бірге түскенде же. Бірге түскенде өте аңдай. Құсқансыз болып өткен ба? Наоборот негізі. Осы алдар көсемнің түсірілімі барысында ерекше бір сәт болды ма? Енді тарихи фильм болғандықтан. Ерекше ма? Бәрі болды. болды. Дәурен Серғазимен жұмыс істеу қалай болды сізде? Тым әңгіме айтпай. Алдар өте жақсы кейіпкер. Саясатта жүрген адамдарға видео түсіріп. Асхат Масипов. Жалпы блогер болады мен оған негізше. Жаудың қызына ғашық болу батылдық па, әлде сатқындық па? Енді прям қас жауын жауды. Махаббат деген қандай деп айтамыз. Сосын Дәурен ағамен Назерке ойнаған. Назерке деген фильмда Қытай кейіпкер болады ғой, киімі күшті болады. Третий этаж. Шүйжініп кетсем. Мен просто ауыз біліп алсын. Қай жылғы оны? Кім? Ама? Білмейтем. Ескі айтыр. Сенікі ма? Сосын жіберіп алсын ғой. Клип түсіп берші. Бүйтіп түсірсеш, Максимнің знаешь ли ты деген. Жоқ, білесің, еще бұрынғылар бүйтіп арттан түсіреді, соны тап алдан түсіреді. Жазып маңдайыңды кекедіңмен бүркіп алғаның, қара шашыңа қызыл орамалды таққаның, атөменімді ерте тұрып түнде жатқаным, сені сүйгізіп түсіп жүр ғой менің мақпалым, қор қызымнан сұлу менің жан-жарым, оңдалған таңғажайып арманым, сен үшін мен алдаймын әрдайым, қалқатайым айдайым. Аяқ түсте ма? Жаңағындай яғни подсказкада беріп қойып жүрмейміз. Иә.
супергерой деп. Шпион деп тұрады ол. Потом шпион тауып алған кезде айтады, иә? Мен шпионмын, сендердің сөздерін. Ал шпионды кім табады? Шпион өзі. Голосовать дейді ғой. Мафия сияқты ғой. Сен шпион дейсің. Так, давай. Рандомно таратасың ба? Сейіт нормально отыстар. Бір сөзбен айтасыздар, ол мынандай. Дәурен аға, сіз басын бастап жіберсеңіз, біз шпион деп ойын деген. Мысалға, жаңа бәрімізде Дәурен аға деген сөз болды. Дәурен аға шпион болды. И біз бұлай айтып жатырық, театр, композитор. Бірақ ол білмейді. Берме. Жоқ, бүйтіп кадрда бәріміз типа ашып көрейік. Петличка да? Андай ғана қойып, сипаттамайды. И датчиклер тұрып Менен петличканы алып берсең. Ана тұр, ана тұр. Міне, мында тұр бет. Шпионға қиын ол. Тауып алу керек біздің командамыздың сөзі. Сильвестр Сталлоне мысалы қазақтарда Талғат Игматуллинді енді төбелес мысалы Еркебұлан Тоқтар, Еркебұлан Дайыров 30 қыркүйек 1948 6 қазан менен тура 6 жас кіші бір шетінен інім жұмсағанда қолымда жүретін бауырым досым туған күні 1984 6 қазан. Менің 6 күнге кәрі. Бірақ менен де 6 күн өткен біреу бар, енді осыны айтып қойшы. Сүйікті қаласы. Алматыда туғандар Алматыдан артық қалаға білмейді, басқа білмейді. Басқаны білмейді. Ақтау немесе Алматы мен Көкшетау екі қала. Шымкент бар, Шымкент бар. Бішкек бар. Көп әділді сүйікті қалалар, бірақ негізі Алматы білмейді. Дұрыс жақындады негізінде. Бірақ енді өзім мынау оқып, көп білім алған жерім Лондон болғандықтан енді Дәуреннің сүйікті қаласы менің ойымша Астана деп ойлаймын. Және бәріміз осы Астанаға келген кезде біз мүмкін Алматыға қайтатын шығармыз деп сондай бір екі ойда жүргенде Дәурен жоқ, мен Астанада қаламын, Астана ұнайды деген. Сол Астана деп ойлаймын. Негізі қазір я сүйікті қалам, бірақ бірінші орында Талғар ғой. Жоқ, Талғар ғой. Сүйікті қалам. Енді сен Талғарда туған дейсің. Бірақ сүйікті қалам. Сүйікті жануар. Сүйікті жануар. Дәуреннің сүйікті жануары. Шакалды күшті салатын студент кезімізде бірінші курста этюдта шакалды ойнаған кезде. Әділдің сүйікті актері. Мендік кім шығар? Аль Пачино десең. Клаудия Шифер. Сиди Кроуфорд. Аль Пачинода сүйікті актер боласың. Нұрмұхан Жәту. Сосын Ерболат деген. Бар. Иә. Мен ана жақта жүрсем, давай. Все, бәріміз тыныш отырсақ, а то бүйтіп жүрсек жел болады, ертең тоже ойнайды. Тұрдық та бітер кезде кетейін да. Алматыға барған кезде сол жақта аналардың Кім кино бармайды, айырады. Санкты жерде отырсың. Негізі осындай прикольный заттар көбірек болғандар сияқты. Вообще андай. Адымға күшті жатырсыз ба? Может, кто-то будет пить из бутылки. Чуть-чуть. Әбден үтіктенген өзі де ұқсап тұр. Қалада бірақ мынаны яғысы азайту керек еді.
мынадан монтаж жасай аламыз ба? Компқа жүремін мен. Сосын байқонда жасаймын ғой. Просто бағана Назир кафеде тоже бүйтті да просто. Онда мен просто бывает. Рахмет аға. Чё? Керек емес. Сондай көрсетеді деймін. Ашып кеткен басқа. Ең соңғысында ең соң жоқ басты. Былай мықын бастайды ма? Рахмет ағатай. Оқашы. Сесі кетті ма? Оңай қалды ма? Вышивай нажав негізі рабочий нажали туда. Красавица вообще. Все, кет. Сөз жағайын ба? И на жердегі переходың, иә? Сен жағайықшы. Ар жағында, тағы. Сен жағайықшы. Мен аны телефонды танып кеткен ештеңе түсінемін. Ағай дегенде жаңа соқтық қысатын ба? Дәурен аға соны қысатын түсіріп сосын. Сосын. Мына жерде бол. Сонда ана по сценарию ойластырып тастау керек. Жоқ дегенде 4 адам барасыңдар ғой, сразу монтажда түсіретін ше. Кәдімгі машиналардың сыртына полный алдар жабсақ, 7-8 машина. Сонымен Алматы бітеді ғой. Сосын Тараз, Шымкент, Қызылорда, дальше батыс сөйтіп кете береміз. Бүйтіп Қостанай, Павлодар, Семей, Өскемен, Алматы, Шымкент, Сол анау. Сен көрсеткен файлдар қандай ғой? просто андай жұмыстар қандай. Ерасыл уақытта По сценарию ойластырып, сол бойынша, чтобы жасадық, салып, сразу сол жерде монтаждап салдық. Дрон бойынша жүріп өтіп, былайда былай Шымкент жаққа алматыға. Ұмытып қалмай көрсек. Ой, соту. Біз кеттік дейді. Ағай, лайк десе. Tapayım değil mi? Поклонимся как это. Мирас қандай тұр? Стендап па? Мирас стендап тұр ма? Жоқ, сырмен тұр. Қай жаққа барасың? Бүкіл. Бүкіл Қазақстан? Взглядынан типа жасалса. 3-0. Тағы да сәл асып қосамыз. Қол, наездік сондай істейді. Сол дүк. Ол үшін или шапан. Монтажын сен істейсің ба? Походу. Шапанды кимей наезд жасаймыз ғой. А шапанды бөлек бүйтіп вух деп кию керек еді да. Ол болады. Анан 5 шапан бүйтіп наездердің ортасында жаңағы вставкалар белді асық солай істесек. Сол дұрыс болады. Мынандай просто. Чик. Ма? Тағы фокус.
Онда давай наезд сүртсек, пиздец. Болды ма? Кеттік. Аға? Кеттік. Осы нормально. Енді андай. Жа алдынан түсірмей қалдық қой. Зачем болды? Тоже общий. Средний можно. И кеттік. И свет. Онда түстік. Сен жинала бер. Ya жинала бер ya. Өзіңіз алдар көзі сериал көргенсіз бе? Қалай? Секунду ше. А? Телевизорден көріп жүрген кісілермен жұмыс істеген қалай екен? Сезіп отырған жоқпын қазір. Сіз ұйықтап отырсыз ғой. Қазір иә.